Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға өте тамаша болып шығатын тіске басарлардың рецептісін көрсеткім келіп тұр. Таңғы немесе түскі асқа дәл осы тіске басарларды дайындап көруге кеңес беремін. Өте тамаша болып шығады. Менің видеомды соңына дейін қарап, дәл осындай сыры созылып тұратын өте керемет болып шығатын тіске басарларды бірге дайындайық. Менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, дәл осы видеоны соңына дейін көруіңізді сұраймын. Ең алдымен бізге қажетті колбаса, сыр, жұмыртқа, шым-шым тұз, лаваш және де майонез қажет болады. Ең алдымен осы сырымызды ірі үккіштің көзінен өткізіп алатын боламыз. Келесі кезекте сырды да дәл осылай ірі үккіштің көзінен өткізіп алатын боламын. Біздің қоспамыз дайын, жақсылап отырып араластырып, үстінен қажетіне қарай майонез салатын боламын. Майонездің орнына қаймақ қосуға да болады. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жақсылап араластырып аламыз. Біздің қоспамыз дайын. Келесі кезекте лавашымызды дәл осылай дастархан бетіне төсеп, лаваш төртбұрыш немесе домалақ болуы да мүмкін. Осы лавашты дәл осылай ұзынша бөліктерге бөліп шығамын. Бір лавашты 3 бөлікке бөлеміз. Бізде дәл осындай бөліктер пайда болды. Осы лавашымыздың бір шетіне қоспамыздан бір ас қасықтан сала отырып, дәл осы видеодағыдай орайтын боламыз. Бізде 3 бұрыш конвертке ұқсас дәл осындай лаваш пайда болады. Артылған шеттерін ішіне қарай қайырып салатын боламыз. Тағы да біреуін көрсеткім келіп тұр. Бір бұрышына қоспамыздан салып, осы лавашты орап шығамыз. Және шеттерін ішіне қарай қайырып салатын боламыз. Дәл осы реттілікпен барлық лаваштарымызды жасап аламыз. Келесі кезекте ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып алдық. Жақсылап отырып араластырып аламыз жұмыртқаны. Үстінен аз ғана тұз салып, тағы да араластырамыз. Табамызды отқа қойып, аз ғана май құямыз және орташа отта осы тіске басарларымызды жұмыртқаға матыра отырып 4-5 минуттан қуырамыз. Дәл осылай аудара отырып қуырған дұрыс, сол кезде ортасындағы сыры толыққанды еритін болады. Менде әр жағын қуыруға 3 минуттан уақыт кетті. Дәл осы реттілікпен қуырып алатын боламын. Дәл осылай қуырып алдық. Өте тамаша тіске басарларымыз дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер. Қоңырауша белгісін басып қоятын болсаңыздар, керемет рецептерде кездесеміз. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболатқызы.